Сәлем достар, бүгін сіздермен әжелер тамағын ұмытып қалған тамақты пісіреміз. Оны әзірлеу үшін ұн алдым, ұнды илейміз, су құйып. Міне осылай кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз қамырды. Міне осылайынша бөлшектерге бөліп 15 минут қойып қоямыз. Міне осылайынша май жағып шықтым. Жақсы жайылады. Міне қамырымыз енді 15 минут тұрды. Енді жаямыз. Міне осылай шелпек секілді жайып аламыз. Жұқа етеміз. Нан. Қамырымыз осы секілді болу керек. Жұп-жұқа болса жақсы піседі. Не осылай жаюымыз керек. Табамыз қызып тұр. Енді соған жұқа етіп жайып алған қамырымыз пісіріп аламыз. Теңдей етіп пісіреміз. Осылайынша аударып аламыз. Теңдей болып пісу керек. Нанымыздың үстіне екінші қабат саламыз. Осылайынша. Бұны да пісіріп аламыз. Енді астында нанымыз пісті. Сондықтан бұны аударып, осылай қоямыз. Пісу керек тегіс. Нанымыздың бір жағы пісті. Енді аламыз. Не жақсы болып пісті. Енді сол піспеген жағын осылай аударып, үстіне піскен нанымызды қоямыз. Үшінші слойды қоямыз оның үстіне. Пісіп жатыр, әдемі болып. Дайын болды. Енді салған нанымызды піспеген жағын қаратамыз. Осылайынша пісе береді. Енді үстіне және бір слой әкеліп саламыз. Алдын ала нанын жайып қою керек. Осылайынша пісіре береміз. Міне нанымыз дайын болды. Осылай күймей пісіріп алу керек. Енді міне сорпаға етімізді, картошка, сәбіз, пияз және болгар бұрышын дайындап қойдық. Енді қуырамыз. Қуырып, сорпасын дайындап қоямыз. Пиязымыз қуырып жатырмыз. Енді үстіне етіміз саламыз. Етіміз салып, оны да қуырамыз. Етіміз қуырылып жатыр. Енді оның үстіне сәбізіміз салып қуырамыз. Сәбізіміз салып қуырдық. Оның үстіне картошкамыз салып қуырамыз. Осылайынша бәрін қуырып аламыз. Жақсылап. Оның үстіне болгар бұрышын салып қуырамыз. Және де томатымызды саламыз. Азырақ тұз саламыз. Тұз салып қуырамыз. Енді суын құямыз. Ет батып тұратындай су құямыз. Не қазанымыз қайнап жатыр, жайлап. Не тұздығын алдық, пияздың. Енді міне нанымызды осылайынша кішігірім етіп турап аламыз. Ет табаққа.
Міне нанымыз дайын болды. Енді оның үстіне сорпаны осылайынша құйып шығамыз. Ыстық сорпаны. Міне нанымыз жұмсақ болды. Жұп жұмсақ. Жегенге тіске жұмсақ мінекей. Енді оның үстіне тұздығымызды саламыз. Дайын болды. Енді етімізді қоямыз үстіне. Осылайынша. Міне осылайша бізімізді, картошкамызды қойып шығамыз. Асымыз дайын болды. Егер де сіздерге ұнаған болса, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді болады, жұмсақ және тойымды. Егер де видеомыз сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписация етуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.